Арман, бисмилла деп мен 4-ші қабатқа шығып келдім. Өзі 5 қабаттан тұрады. 105-ші серия. Отопление центральный. Газ, свет, су, отопление бүт бардығы центральный. Шардағы номер 1. Сонын жерде айтсам болады. Мерім ресторан барыңыздар білесіздер. Ошының арты 22-ші дон. 4-ші қабат. Өзі 5 қабаттан тұрады. 105-ші серия. Ремонт қылбайсыз. Ортадан жоғары бүт бардығы. Ешіктер жақшы. Телевизор башқа бардық нәрсе қалады бұл жерде. Бұл жағы болса, жуынып тараншы бөлме. 105-те білесіздер, жуынып тараншы бөлмемен жатқан екі башқа. Ресторан қойылған, айлана тегерей кафелденген ысы суымыздақ су бар. Сквозной болған, бұл жағы аттенлердің бөлмесі. Мәке. 105-те балкондар да кенен. Мына балкондағын аға мен жеңем жылулап қойыптыр. Қышындасы кеңірі баяғындай көк тартып, суық тартпайды, бүт бардығы жылулықпен қамыс болған. Ақшасы $69,000, түші беру жолы бар, ипотека жолы қаралған, одобрение алғандар байланышқа шықсаңыздар болады. Сыртқы ішік, темір ешік, бұрын ешік. Кіргенде мұны жерге бір текче ойыстырып қойыз, потолокқа чейін. Қышқы жайқы киімдерді бұл жерге саласыз, бір үшін ғана жерді қыласыз, қалғаны бүт жақшы. Жатқана бұл жағы айлана тегерей кафелденген ысы суымыздақ су бар. Бұл жағы ашқана. Мына газ, свет, су, отоплениеде мәселе жоқ. 12 ай квартирант кіргізсеңіздегі бір күндағы бош қалбайды. Ең ходовой жер. Мерім ресторан барыңыздар білесіздер, сырттандағы сіздерге алып көрсетемін. Мектеп, балабақша, маршрут хаттам, такси хаттам, университеттерге бүт бар ыңғайлы. Демек, алған адам ұтылбайды, ипотека жолы қаралған, одобрение алғандар байланышқан. Азырқы 2 бөлмелі батирдің дәрегіне тоқтала тұрған болсақ, біз Ош шаарындабыз, тақтап айтқанда, Ойск районда. Мерім ресторан барыңыздар білесіздер. Мерім ресторан артында 22 болып қалады. Бұл жағы ескі 5-ой базар, 125-дің конечный. Мектеп, балабақша, маршрут хаттам, такси хаттам абдан ыңғайлы. Алған адам ұтылбайды, бөлішіп қойсаңыздар болады. Ипотека жолы бар. Мұны ол дом. 4-ші қабат, 105-ші серия, бүт шарты төп келішкен. 1 же ақырға қарағанда бұл ходовой болады. 2, 3, 4. Угловой